Сәлем достар, бүгін біз ақ ұлпадай жұмсақ, дәмді пиготи дайындаймыз. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 1 стақан жылы су құямыз. Оған 2 шай қасық дрожж саламыз. Содан кейін тұз саламыз, 1,5 қасық. 1 қасық құмшекер саламыз және 2 қасық шит май құямыз. Араластырып, жарты стақан сүт құямыз. Сосын жақсылап араластырып, ұнымызды сала бастаймыз. Ол үшін 2 кесе ұнды бөліп, илеп отырып саламыз. Қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Егер қолыңызға жабысып жатса, оны себелеп, илеп жібересіздер. 1 келкі қамыр жасаймыз. Жұмсақ әрі 1 келкі қамыр. Жақсылап илейміз. 1 қасық шит май тамызып, июн қандырып қойып қоямыз. Бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Демалдырамыз қамырымызды. Қамырымыз демалғанша біз начинкасына кірісеміз. Ол үшін капустамызды осылай етіп тураймыз. Капустамызды турап алғаннан кейін сәбізімізді турауға кірісеміз. Ол үшін терканы пайдаланамыз. Теркадан өткізіп, сәбізімізді турап аламыз. Сәбізімізді турап дайындап болғаннан кейін 1 пиязды турап, газға майымызды қыздырып, пиязымызды қуыра бастаймыз. Пиязымыз сәл қуырылғаннан кейін үстіне фарш саламыз. Екеуін бірге қуырамыз. Жақсылап араластыра отырып, 2-3 минут араластырамыз. Қатты пісіп кетпеу керек. Фарш түсін өзгертсе болды. По вкусу тұз саластар және перец қосастар. Жақсылап араластырып, капуста сәбіздерімізді саламыз. Қатты піспеу керек. Бұл өйткені мантоварка деп піседі жақсылап. Сол үшін біз шала пісіріп аламыз. Жақсылап араластырып, 5 минуттай араластырып, астын басып өшіріп қоямыз. Мені жаңа симайға бет капустам тағы да үстіне қосып, анау капустасы басылған кезде кішкене 5 минутқа астын басып қоямын да, 5 минуттан кейін суытып, бетін ашып қоямын. Ол суығаннан кейін қамырымызды алып, көтерілген әдемі қамырымызды майда пиготидің бөліктеріне бөлеміз. Мен кішкене шит май жақтым, қолыма қамыр жабыспас үшін. Пиготидің бөліктеріне бөліп, формалар жасап аламыз осылай, айналдыра отырып. Сөйтіп, алақанымызбен жайып, ішіне молынан начинкасын салып, осылай оңай түйе саластар. Майланған мантоваркалерге пиготиімізді саламыз дайын болған. Бұның бір ерекшелігі 25-30 минутта піседі. Пиготиді еш уақытта 45 минут қайнатпаңыз. Қамыры сағыз құсап қалады әйтпегенде. Ұзақ қайнатпаңыздар пиготиді. 25-30 минутта піседі. Өйткені ішіндегі начинкасы уже шала пісіп тұр. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Өте дәмді пиготиіміз дайын болды. Бетіне сәбіз салатын қойып, сәндесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.